Hello, my dear students. Саламатсыз ба, балалар? The theme of our lesson is body parts. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене мүшелері. Learning objectives. Осы сабақта сен дене мүшелерін атауды үйренесің. Have got, has got грамматикалық конструкцияны қайталайсың. Have got, has got грамматикалық конструкциялармен бірге сөйлемдер құрауды үйренесің. Ал енді біз сендермен өткен тақырып бойынша қайталау жүргізейік. Look to this picture. Which of this animal is a mammal? Mammal дегеніміз сүтқоректілер. A bird, құс деген сөз. A reptile, бауырмен жорғалаушылар. Бірінші суретке қарап, қандай жануарлар түрлеріне жатады? An elephant. Анықтайық. Which animal is an elephant? Дұрыс. Сүтқоректілер жануарларына жатады. Which animal is a snake? Дұрыс. Жылан бауырмен жорғаушылар қатарына жатады. Which animal is a dog? Әрине, ит сүтқоректілер қатарына жатады. Which animal is a penguin? Yes, пингвиндер құстар қатарына жатады. Which animal is a duck? Yes, of course. Duck құстар қатарына жатады. Which animal is a crocodile? Жарайсың. Crocodile бауырмен жорғаушылар қатарына жатады. Which animal is a cat? Дұрыс. Мысық сүтқоректілер қатарына жатады. Which animal is an eagle? Әрине, eagle құстар қатарына жатады. Which animal is a lizard? Lizard бауырмен жорғаушылар қатарына жатады. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Hair, hair, шаш. Hands, hands, қол. Ears, ears, құлақ. Nose, nose, мұрын. Head, head, бас. Legs, legs, аяқ. Mouth, mouth, ауыз. Eyes, eyes, көз. Жақсы балалар. Ал енді бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбы have, has етістіктері. Have етістігі бар, болу, ие болу дегенді білдіреді. Мысалы, I have an apple. Менде алма бар. Бір нәрсенің бар екендігін білдіріп тұр. Have етістігі үшінші жақта he, she, it есімдіктерінен соң has деп қолданылады. Мысалы, he has a ball. Онда доп бар. Have, has етістігінен соң көбінесе ауыз екі тілде got сөзі қосылады. Мысалы, I have got a book. Менде кітап бар. Got жалғанса да сөйлем мәнісін өзгертпейді. Ал енді есімдіктерді есімізге түсірейік. I, мен, you, сен, he, all,
she, all, it, all. We, біз, you, сіз, they, олар. Ал енді балалар, have, has етістіктердің қолдануын жаттап алайық. Have етістігі I, we, they, you деген есімдіктермен қолданамыз. Has етістігін she, he, it деген есімдіктермен қолданамыз. Осыны жатқа білу керексіңдер. Ал енді have got, has got етістіктерінің сұраулы және болымсыз сөйлемдердегі қолдануын қарастырамыз. Сұраулы сөйлемдерде have және has бірінші орынға шығады. Have I got a cat? Have you got a cat? Have we got a cat? Have they got a cat? Has he got a cat? Has she got a cat? Has it got a cat? Болымсыз түрлерде not деген болымсыз жалғауы жалғанады. I haven't got a cat. You haven't got a cat. We haven't got a cat. They haven't got a cat. Has деген етістікке тура солай жалғау жалғаймыз. He hasn't got a cat. She hasn't got a cat. It hasn't got a cat. Have not қысқаша haven't, has not қысқаша hasn't. Ал енді біз сендермен осы тапсырманы орындайық. Have got және has got есімдіктердің қолдануын ұмытпаймыз. Біріншіден, 1-мен 10-ға дейін сандарды қайталайық ағылшын тілінде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A. How many mouths has got a monster? Monster'ның неше аузы бар? Дұрыс жауабы 1. B. How many eyes has got a monster? Жауабын өзің тап. C. How many noses has got a monster? D. How many ears has got a monster? E. How many hands has got a monster? F. How many legs has got a monster? Егерде барлығын дұрыс жасасаңдар, кәне тексеріп алыңдар. Осы тапсырманы дәптеріне орында. Fill in the blanks with have got or has got. Бұл енді сабақтың соңы. Қазір мен сендерге Google Forms арқылы тест жіберемін. Сендер өздерінің білімдеріңді тексеріп аласыңдар. Сәттілік. Good luck. Bye bye.